Мамам сол темекі де істеді. Темекі де істеген андай өседі ғой, өскен кезде фытыр 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 деп жұласың ғой, ондай мешок сияқты асып аласың да, матан соған саласың, үсті басың шайыр болып кетеді. Сосын тігесің мынандай неге. Сосын мамам жүзімде де істеді, темекіде де істеді, бригадир болды. Жүзімде де істеді. Біз енді мектеп кезінде бос кездерде көмектесетінбіз, каникулда да көмектесетінбіз. Сол кішкентай кезінен пісіп кеткенбіз ғой қара жұмысқа. Қазір қара жұмысты қопартаймыз, бірақ енді денсаулық өз уақытын алады екен. Енді кәрдайған соң әр нәрсе өз денсаулығын алады екен да, уақытша мынаяғың ауыр болып шығады екен, мынаяғың ауыр болып шығады екен. Енді кішкентай кезден пісіріп жүрген ғой, ауыр жұмыс істедік. 5-ші класстан ба или 6-ші класстан бастап па сол ауыр жұмыс істедік қой. Огород қазып, ең бірінші огород қазудан бастадық қой. Қолмен күрекпен қазып, қолмен отын аралатып, советский аралатын. Әпкем ана бетінен мына бетінен. Бізде білмеймін, ол балалар бір ауыр жұмыс істеген көрген жоқ, қыз балалар. Сосын шөмелені істейтінбіз. Әкем марқұмда 2 гектар жер бар, сол шөп егетін. Соны шөмеле жасайтынбыз, шөпті лақтыратынбыз айымен. Соны ешек арбамыз, шегіп алып ешек арбаны. Үстіне отырып, тік отынға оратынбыз. Сосын виноградтың кесілген сабақтар болады, көктемде кеседі. Соны теріп алып келетінбіз. Әйтеуір қай жақта отын бар, бір жерді тауып алып келетінбіз. Енді сол ауыр жұмысқа пісіп үйретті осы. Пісіп. Жылдам тез істейтін ғой. Енді қазір уақыт келді ғой. Қартайды ғой. Сосын мамам андай қара виноградтардан андай кешмеш жасайтын. Ыстықтай қанты суға алатын да, соны іліп қоятын. Сосын вино жасайтын қара виноградтан. Андай фляг бар ғой, алюминий. Соған езіп салып, қант араластырып, қанша күн тұрады, оқпаймайды, бірден кейін күн қоқпайды. Ол ашып, кәдімгі вино болады, соны мамам сататын ғой. Папам марқұм ұрсатын, не вино сатып деп. Сондай болатын. Алмадан қағаз жасайтын. Күзде подвалға алма сақтайтын. Райка соны сақтайтын, жидек сақтайтын. Мамам банк басатын. Сондай болған.